Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін өте дәмді осындай печенье жасайтын боламыз. Базардан сатып алмай, үй жағдайында балдарыңызға жасап берсеңіздер болады. Ең алдымен бізге бөлме температурасында тұрған жұмыртқамызға осындай бір бокал немесе 200 грамм қантымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап қанты ерігенше, жұмыртқалы массамыз 2 есе көбейгенше осылай жақсылап араластырамыз. Сосын үстіне 60 грамм қаймағымызды саламыз, немесе 2 ас қасық. Сосын еріп тұрған сармайымызды саламыз, бөлме температурасында тұрған 60 грамм немесе 2 ас қасық. Миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз да, үстіне 1 шай қасық разрыхителімізді қосып, електен өткізіп, ұнымызды саламыз. Ұн менде 350 грамм, 370 грамм кетеді. Бірінші осында лопатаның көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Сосын ары қарай қолдың көмегімен қамырымызды илейміз. Онда көп салып жүрмеңіздер, піскен кезде печеньеларыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Осылай қолмен илеп, басын біріктіріп, пакетке салып қоямыз. Холодильникке 30 минутқа қоямыз. Сосын 30 минут өткен соң, осындай таразының көмегімен мен бөліп шықтым. 30 граммнан сол кезінде менде 30 штук печенье шықты. Барлығын осылай жасап аламыз да, қызып тұрған пеште 170 немесе 180 градуста 20-25 минутта тез піседі. Енді үстін әрлеу үшін осы Қазақстан печеньесін 3 штугын аламын. Сосын бір шай қасықтың сармайын салып, ерітіп, салафан мешокқа салып, үстін әрлейміз. Осымен біздің печеньеларымыз дайын болды. Алда менің жаңа видео рецептерімді көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде балдарыңызға жасап беріңіздер, базардан сатып алғанша.